Қандай көркем туған өлкем байқауы бойынша менің ата тегім номинациясы орындаған Мұқатай Дамир. Ата тек адамның шыққан тегі, руы мен жеті атасын білу дәстүрі. Бұл халықтың рухани байлығы мен тәртібі негізі. Менің жеті атам Бабажан, Сапар, Ахмет, Әбілқайыр, Қабылқайыр, Сәлім, Мұқатай. Менің болашақтағы мақсатым ата тегімді өз ұрпағыма дейін сақтап, оларды үлгі ету, аталарының жолын қуып, сол кісілерге ұқсау. Жеті атасын білмеген жетесіз, жеті атасын білген ол адамдық белгісі, жеті атасын білмеген ұлттың түбірін білмеген. Менің жеті атам жайлы. Менің Қабылқайыр атама тоқтаса, ол кісі елге елеулі азаматтардың бірі болған. Жастайынан спортқа қызығушылық танытып, үлкен белестерді бағындырған. Бабажан атам қарапайым ауыл тұрғыны. Жас кезінде аттың құлағында ойнаған, шабандоз, ауыл шаруашылығына қызығушылық танытқан жан. Әбілқайыр атам салт-дәстүрге өте мықты болған, ел арасындағы дауларды ұшықтырмай шешіп отырған, ақсақал кеңестерімен халық бірлігін сақтап отырған. Ахмет атам саятшылықта кәсіп еткен, құмай тасы мен берін бүркітін қосып жүйрік атына мініп елді тоқшылықта ұстаған. Мұқатай атам өз ісінің шебері, өнер мен шеберлікті сүйген адам, оның көптеген шеберлік істері мен жұмыстары бар. Сәлім атам Бабажан атамның артынан еріп, мал дәрігері болған, ауыр індеттен халық малын аман алып қалған. Жеті ата ол тек бұрынғы ұрпақ емес, ол келешекке қалған мұра деп санаймын. Қорытындылай келе, текті ұрпақ елге тірек деген сөздер арқылы шағын менің ата тегім атты слайдымды тәмамдаймын. Назарларыңызға рахмет.